Hayırlı gün hürmetli dostlar. Bugünkü sabahımızda biz Көңіл толқын күйін үйренуді бастаймыз. Бұл Көңіл толқын күйі біз бөлімдерге бөліп, бүгін бірінші бөлімін үйренетін боламыз. Жалғасын келесі видеолардан, келесі видео сабақтарымыздан көре аласыздар. Тағы да достар, біздің сандық ноталар жинағы кітапшамыз бар. Ол жерде бізде 50 ән күйдің сандық нотасы бар. Қазірше соның ішінде осы Көңіл толқын күйде бар сандық нотасы. Егер де сол кітап қызықты болса, сіздерге осы төмендегі нөмірге хабарласуларыңызға болады. Және де достар, міндетті түрде парақшамызға жазылып, қолдау білдіріңіздер. Домбыраға қызығушылығы бар достарыңызды, домбыра үйренгісі келіп жүрген достарыңызға бөлісіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және келесі қандай әнге немесе күйге видео сабақ түсірейін. Соны астыңға комментарийға жазып кетсеңіздер, сол сабаққа түсіретін боламыз. Ендеше Көңіл толқын күйінің бірінші бөлімін тартып көрсетейін. Birinci bölümün bugünkü sabahımızda осы bölümün үйренетін боламыз. Және де келесі бөлімдерін міндетті түрде көріп үйреніп алыңыздар. Ал достар, ендеше Көңіл толқын күйін үйренуді бастаймыз. Ең бірінші бізде ол 7 астыңғы шекте 4-ші саусақпен және үстіңгі шекте 5-ші пернені басамыз бірінші саусақтың көмегімен. Және де бұл жерде бізде Көңіл толқында шерту әдісі, шерту тәсілі қолданатын болады. Яғни шертіп тартамыз, ол мына бізде саусағымыздың көмегімен және арасында осылай 4 саусақпен шертіп тарту ойналатын болады. Енді келесі бізде 7-те 5-тен бастаймыз дедік. 7 астында, үстінде 5. Және де осы жерде біз төмен қарсы ойнаймыз, яғни шерту әдісі арқылы. Шертіп. 4-ші саусақтан бастап, немесе 3-ші саусақтан бастап, бұлай қырнақ. Және келесі бізде үстіңгі шек лига, яғни мына 5-ті лигамен ілеміз бұлай. Сонда қосқан кезде және келесі қайтадан 7-те 5-ті ұстап, сұқ саусағымыздың ішімен жоғары. Келесі бізде осы 7-те 5-те төмен қайтадан және 7-де 7. 3 пен 4-ші саусақтың көмегімен жоғары. Келесі бізде 7-те 5 төмен, тағы да бірінші тактегі сияқты төмен және жоғары лига. Лига және жоғары 7. Тағы да төмен и лига, қайтадан төмен және лига ашық. Енді осы 2 тактыны ғана қосып көрейік. Соңында бізде лигамен бітеді. Енді осыны 2 рет қайталаймыз.
рет қайталады. Және бірінші қатарымыздың ең соңғы тактісі ол бізде қайтадан 7-5 лига төмен, лига, және 7-5 жоғары, және төмен 7-7 жоғары. Келесі екінші қатарымыз 3-5. Міне былай аламыз. Үстінен бас бармақ, астын үшінші саусақпен. Төмен. Енді үстін көшетті былай іліп аламыз. Лига арқылы. Жоғары, төмен, және 7-7. Жоғары. Келесі 5-5. Дәл солай 5. Лига ілеміз. 5-5 жоғары. Төмен. Және 7 жоғары тартамыз 7-5 және 5-5-ке лига жасаймыз. Жоғары и лига. Енді осы қос көрейік. Осы 3-5-тен бастап. Келесі бізде қайтадан 3-5 төмен, жоғары, төмен, 7-7 қайталаймыз. Және қайтадан 7-5. 7-5 ұстаймыз да, басындағы сияқты төмен, лига, жоғары, төмен, жоғары, төмен, лига, жоғары, төмен, лига. Ең бірінші тактегі сияқты ойнаймыз бірінші қатарымыздағы. Енді осы екі қатарын қос көрейік. Біріншісінен бастап. Келесі бізде үшінші қатар, ол қайтадан 7-5 төмен, лига, жоғары 7-5 және төмен 7-7 жоғары, қайтадан 7-5 төмен, лига, жоғары, төмен, лига. Келесі бізде 7 төмен, лига, жоғары, және 7-5 жоғары, келесі 7-5 төмен, 7-7 жоғары. 3-5 төмен, жоғары. Лига аламыз. Лиганы ілеміз үстін. Жоғары, төмен, 7-7 жоғары. Келесі 5-5. Лига жоғары, төмен, 7 жоғары и лига. Іліп аламыз. Және қайтадан екінші рет қайталаймыз осыны. 3 лига, 7, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 5, жоғары қағыз. Келесі 3, 7, және келесі 7-5. Ең басындағы сияқты. Енді біз 5-ші қатардың 2 тактісін тарттық. Келесі 5-ші қатардың 3-ші тактінен бастап ол 7-7 бұлай ұстаймыз. Екінші және бас бармақтың көмегімен. Екінші саусақ және бас бармақ. Төмен, үсті лига. 0-0. 7 жоғары, төмен. Келесі енді астыңғы шекте 8-ді аламыз. Жоғары тартамыз және ілеміз 7-ге қарай. Лига. Деп ауысып кетеміз. Бірақ лиганы тартқан кезде мына қағыс ойналмайды. Тек лиганы іліп аламыз бұлай. Енді қосайық. Келесі бізде 5-7. Бұлай аламыз 5-7-ні. 5 төмен, лига жоғары төмен және үстіңгі шекте 8-ді басамыз. Үшінші саусақпен жоғары шекті. Сұқ саусақтың көмегімен бұлай аламыз. Енді келесі тағы да осыны қайталаймыз. Екі рет қайталадық. Дәл осылай 8-8 тартамыз. Бағана біз 7-ні 8-ді былай алсақ, енді 10-ды былай аламыз. Қайталаймыз.
Қайтадан 7, 7. Енді осы жерде 8 жоғары тартты. Және 7, 7 лига. Бірінші сияқты. Келесі бізде 5, 5. Енді 7, 5 жоғары. Және 5, 5-ке лига. Келесі бізде 3, 5 төмен. Төмен лига жоғары, төмен, және 7, 7 жоғары, және 7, 5. Ең басындағы сияқты. Енді келесі бізде ол тек қана үстіңгі шекте ойнаймыз. Яғни үстіңгі шекте. Астыңғы шекті бат тартпаймыз, тек қана үстіңгі шекте. Сұқ саусақтың көмегімен. Осылай. Кет. 5 үстіңгі шектегі. Төмен. Және лига. 0-ден 0-ге лига. Ілеміз. Және жоғары 5. Төмен 8 жоғары. Келесі 7 төмен. Лига 7, 7, 10. Келесі 8. 8 лига 8, 8, 12 жоғары. Келесі 10-да 10. Төмен. Лига жоғары, төмен. 12 жоғары. Келесі 8 бізде. 8 лига 8 жоғары. Төмен 7. Және дәл басындағы сияқты соны қайталаймыз. 7. Деп осымен біздің бірінші бөліміміз аяқталады. Мына жері мұқият тағы да бір тарт берейік үстіңгі шекті. Мына үстіңгі шекті тарту үшін біз қолымызды жаттықтыруымыз керек. Ол үшін мына жерде екінші саусақты біз бірінші саусаққа былай тақаласақ болады. Және үстінде былай бізге меше теппейтін болады. Ал егер бұны жіберіп қойсақ, біз астына да тиіп кетуіміз мүмкін. Сол үшін мынаны ортаңғы саусағымызды, ең үлкен екінші саусағымызды былай қойып алып, сұқ саусақпен былай бірінші дайындалып аламыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Одан кейін барып былай шерткен сияқты. Шертіп. Шертесіз ғой бірдеңен бұлай ұстап. Сол сияқты тура бұлай ұстаймыз. Достар, осымен біздің бірінші бөлімі, көңіл толқын күйінің бірінші бөлімі өз соңына жетті. Осыны жақсылап қайталаңыздар. Қолдарыңызды шертпе күйге жақсылап дайындасаңыздар, барлығын үйренуге мүмкіндік болады.